Кенжебай қызы Ақжұлдыз сыр елі Қызылорда қаласында 1987 жылы дүниеге келген. 2003 жылы Астана қаласының мемлекеттік медициналық академиясына медико-профилактикалық іс мамандығын меңгеріп, 2011 жылы наурызда алғашқы еңбек жылдарын ақ халатты әскери қыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің ЕТС 166-10 мекемесінде медициналық бөлімнің санитарлық дәрігер маманынан бастаған еді. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің сотталғандарды медициналық қамтамасыз ету тобының аға маман санитарлық дәрігер лауазымында қызмет етуде. Қылмыстық атқару жүйесінде медицина саласының алатын рөлі орасан зор. Атап айтсақ, департаментке қарасты мекемелерде ұсталатын сотталғандар мен тергеу қамаудағылардың денсаулық жағдайына, тұрмыстық жағдайларына, азық-түлік сапасы мен толыққанды тамақтануына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптардың сақталуына дербес жауап береді. Департамент бастығы әділет полковнигі Ернат Кенжеханұлының Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік органдарымен оң саяси қарым-қатынасты орнатуының арқасында 6 мамырда жеке бас қорғану заттарын және дезинфекциялық заттардың 9000 тоннасын және қол антисептигінің 100 литрін қосалқы көмек ретінде Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігіне ұсынылды. Ақжұлдыздың ат салысуымен департаменттің және оған қарасты мекемелердің барлық қызметкерлері экспресс-тестілеуден өтіп, бөлек ПЦР диагностикалық арқылы 100-ге жуық қызметкер тексеріс теріс нәтиже алынды. Одан бөлек тергеу изоляторының карантин бөлімінің камераға шығару алдындағы және мекемеден айдалынатын сотталғандардың ПЦР әдісімен диагностикалау жұмыстары қаламыздың зоналды вирусологиялық лабораториясының қолдауымен жолға қойылды. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті және мекемелердің қызметкерлері өзін-өзі қорғау құралдарымен толық қамтамасыз етілген. Аталған нысандарда дезинфекциялау жұмыстары әділет майоры Ақжұлдыз Кенжебай қызының тікелей қатысуымен жүзеге асырылады. Қазіргі таңда маңызды мәселенің бірі COVID-19 жұқпалы індетінің елімізде кеңінен таралуы. Осыған орай департаментте және оған қарасты мекемелерде індеттің таралуын болдырмау мақсатында кешенді профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Ел басына күн туып, әлемдік індетпен күресте тынбай еңбек етіп, азаматтар үйден шықпай сақтану кезеңінде ер мінезді әділет майоры керісінше жарғақ құлағы жастыққа тимей, күні-түні індеттің таралуына жол бермес үшін аянып қалған жоқ. Қызмет барысында кездесетін ауыртпашылықты жеңуде дұрыс шешім таңдауда Ақжұлдыз отбасы ерекше қолдау көрсетіп отырады. Ол аяулы жар, қамқор ана, 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырған. Отағасы Нариман екеуінің отбасының тыныштығы жұмысты нәтижелі атқаруға көмек береді. Ақ халатты Ақжұлдыз ата-анасының артқан үмітін ақтау балалық борышы деп есептейді. Олардың аман-есен жүруі және қолдауы ол үшін өте маңызды. Құқық қорғау органдарына халыққа қызмет етіп, елінің тыныштығына үлес қосып жүрген үшін ата-анасы қыздарын мақтан тұтады. Ақжұлдыз Кенжебай қызының таңдаған қызметін абыройлы және адал атқаруға үнемі дайын екендігін дәлелдеп, ел тыныштығы, ұлт денсаулығы үшін аянбай еңбек етіп келеді. Бүкіл әлемде болып жатқан індет кезінде елімізге үлес қосып, адал еңбек етуші қаншама, соның бірі біздің қызымыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару департаментінің аға маманы санитарлық дәрігері Ақжұлдыз Кенжебай қызы. Коронавирус індетін тарамау үшін аянбай еңбек етіп, 3 баланың анасы болса да ауыр сәтте арнайы контингентпен жұмыс жасағанына алаңдасақ та, аналық тілегіміз зор. Өскелең ұрпаққа үлгі болған үшін Қазақстан еліне адал еңбегімен қызмет атқарып жүрген қызымызға үлкен табыстар тілейміз.